Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау әуесқой балықшылары. Сіздерге бір жақсы жаңалықпен, күшті жаңалықпен сүйіншілегім келіп отыр. Сүйінші, Еркінқала Ракуш бойынан балық аулау рұқсат етілді. Сіздер білсеңіздер, өткенде дамбыны қозғаған кезде оның ішінде Еркінқалада Ракуште болған болатын. Бірақ білмеймін, бір адамдарға тиімді болды ма, Еркінқала мен Ракушты ұстап қалып, артынан тек қана дамбыны ашылды. Енді міне көптен күткен ұлы той Еркінқала мен Ракуш бойы ашылды. Смелый бар, ана жерден қармақ салып аулай берсеңіздер болады. Тек қана ескертетін бір жайт, жігіттер, ана жерде зимовальный ямы бар Еркінқаланың тұсында да. Сонда ертең барып өзім жаңағы табличка қойғызып, артынан сіздерге видео ретінде жаңа түсіндіретін боламын. Енді жігіттер, міне қуанышты жағдай, құтты болсын. Қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майланай берсін.